Сәлем достар, менімен бірге қаттама жасаңыздар. Бірінші рет жасап көргеннің өзінде керемет болып шығатын дәмі тіл үйірер қаттама. Ал кеттік, бірге бастайық. Менде 200 грамм кружкада жылы су, үстіне тұз салдым және дрожь салдым. Мен ашытып жасаймын. Жұқа қылып жайғанның өзінде де керемет болып көтеріліп піседі өзі. Жақсылап араластырып аламыз. Дрожжімізді салып, қамырдың үстіне құйып, қамырды илеп аламыз. Қамырымызды илеп болып жатқан кезде қолымызға қамыр жабысып жатса, кішкене сұйық май құйып жүрсек болады. Біраз қасық көлемінде. Жарты сағат, 1 сағатқа қамырымызды қоя тұрсақ болады. Қамырдың қазір көтерілгені аса әзір маңызды емес. Кейін ол пісіп жатқанда көтеріле береді. Қамырымызды қойып қоямыз енді. Оған дейін қамырдың үстіне жағатын майды дайындай береміз. Менде 50 грамм маргарин, 60%, және қолдың сары майы, үйдің майы. Ал қамырымыз көтерілген екен, кішкене. Енді оны 3 бөлікке бөліп алам мен. Үш зуалаға бөліп алдым. Енді оларды шетінен жайып, бетіне майын жағып, жақсылап орап, тоңазытқышта 2 сағат, кемінде 2 сағат тұру керек. Содан кейін дайындап пісіре берсеңіздер болады. Ал қамырды жаяйық. Мына майымыз дайын. Қамырымызды жайып болам дегенше майда салқындап қалды. Сап-сары керемет түске енді қоюланып. Мінеки қамырдың бетіне майды жағып, орап жатырмыз. Бір-біріне айналдырып, пакетке, салфанға, одноразовый мешокқа кигізіп қоямыз. 2 сағат морозильникке жібереміз. 2 сағат тұрды. Енді қамырымызды домалақ қылып жайып аламыз. Сковородка табамыздың көлеміне қарай. Мінеки қамырымыз дайын болды. Ал мен тапаншамның үстіне кішкене сұйық май қойдым. Қызып тұрған майымыз қызып қалды. Соның үстіне қаттамамды салдым. Міне өзі кішкене көтерілді. Жақсылап қызып жатыр өзі. Мінеки қандай керемет өң берді. Не деген қатпар, керемет болып шыққан. Ас болсын.